Сәлем достар, мен сіздермен бүгін қанның биохимиялық анализін талдайтын боламын. Бұл жерде бізде көрсеткіштер және нәтижесі нормасы берілген. Біз анализді талдаған кезде ең бірінші нормадан ауытқып тұрған көрсеткіштерді белгілеп алуымыз керекпіз. Мен мына жерде қара қарындашпен белгілеп қойдым. Мысалға бұл жерде нәруыздың деңгейлері төмендеп кеткен, альбуминдер төмендеп кеткен, және С реактивті нәруыз жоғарылаған, және алат пен ацат және дискоэффициенттер жоғарылаған, креатин киназа жоғарылаған, және холестерин мен ТТЛП деңгейлері жоғарылаған. Осыған байланысты біз диагноз қоюымыз керекпіз. Ең бірінші нәруыздарға біз қатты фокус қоймаймыз, өйткені ол әртүрлі ауруларда көтеріп немесе төмендеп тұру мүмкін, бірақтан нақты диагнозды бұлар ашып бере алмайды. Нақты диагнозды ашып бере алатын бізде бұл жерде мен ең бірінші фокусты креатин киназа деген ферментке қоямын. Креатин киназа деген ферменттің өзінің қызметі бар, ол бізде креатининді креатинин фосфатқа айналдырады. Соның әсерінен ол көбіне жүрекке, бұлшықеттерге, миға энергия береді. Көбіне көп креатин киназа ферменті бізде миозит кезеңінде және миокард инфаркті кезінде жоғарылап кетеді. Бұл жерде бірақ бұлшықетте ма, әлде жүректе ма проблема барын білу үшін біз басқа көрсеткіштерге мән береміз. Мысалға алат және ацат және ретис коэффициенті. Бұл жерде ретис коэффициенті көбіне бізде жүректің ауруларында жоғарылайды. Алат және ацат деген ферменттер, мысалы алат көбіне гепатит кезінде, ацат мысалға жүректің аурулары инфаркт кездерінде, миокард инфаркт кездерінде жоғарылап кетуі мүмкін. Бұл ферменттер неге жоғарылайды? Мысалға ацат деген фермент, яғни аспартотранспираза деп аталады. Ол аспартотранспираза ферменті амин қышқылдарының түзілуіне көмектеседі. Яғни амин қышқылдарын түзеді, одан әрі қарай нәруыздар түседі. Значит, бұл аспартотранспираза нақты жүректің белоктарын түзуге қатысады деген сөз. Ал аспартотранспираза если мысалға жүректе дұрыс түзілмей қалатын болса, ол кезде ол қанға шығып кетеді. Көбіне көп осындай аспартотранспиразаның қанға шығып кетуі осылай түсіндіріледі. Одан кейінгі ретис коэффициенті көбіне миокард инфарктінде жоғарылайды. Одан кейінгі көрсеткішке ТТЛП және холестерин деңгейіне мән береміз. Көбіне ТТЛП деңгейі бізде жоғарылайды. Ол ненің кезінде? Көбіне көп ол атеросклероздың кезінде жоғарылайды. Атеросклероз деген ол тамырлардың ішіне холестериннің жинақталып қалып, бляшкалар түзу болып келеді. Бұндай жағдай мысалға миокард инфарктінде тоже кездеседі. Значит, ол тәждік артерияларға жаңағы атеросклероз болады, одан әрі қарай тромб болады. Сосын миокардтың энергиямен, қанмен қамтамасыз етуі төмендеп кетеді. Және де бұл жердегі тағы көрсеткіш С реактивті нәруыздар. С реактивті нәруыздардың жоғарылауы көбіне қабыну кездерінде болуы мүмкін. Мүмкін бұл адамда өзінде фосфоритинде басқа да процестер болуы мүмкін. Немесе мысалға жүрегінде клапандарында бұзылыстар болуы мүмкін, қабыну процестері соның әсерінен өзгеріп кетуі мүмкін. С реактивті нәруыздың мөлшері. Енді мен бұл жерде диагнозды миокард инфаркті деп қоямын. Миокард инфарктін тағы да нақтылау үшін біз ЭКГ тағы басқа аппараттарға түсіреміз.